Бұл видеода созылмалы панкреатиттің толық емдеу қағидаларын айтамыз. Бірінші, дәрілік емес емі. Ішімдік ішу мен темекі тартуды тоқтату. Бұл шаралар ауырсыну приступтарын эффективті азайтады және ұйқы безінің біріншілік рагының алдын алады. Екінші, күніне аз-аздап жиі тамақтану. Күніне 5-6 рет және одан көп болу керек. Себебі созылмалы панкреатит кезінде оның негізгі механизмі ұйқы безінің өз ферменттерінің белсенділігінен өзін-өзі ерітіп, зақымдап қорытып жібереді. Сол себепті де жиі 5-6 рет тамақтану керек. Сөл бөлуін ынталандыратын заттардың, мысалы тұз қышқылы, өт қышқылдары, майлар, әсіресе жануар майлары, алкоголь әсерін шектеу керек. Яғни ащы қуырылған майлы тағамдар болмауы керек. Созылмалы панкреатиттің өршу сатысында алғашқы 2 тәулікте ашығу көрсетілген. Бұл кезде тек тәулігіне 1-1,5 литр су ішуге ғана болады. Одан басқа газсыз сілтілі минералды су, шиповник, яғни итмұрын шөбін қою емес шай ішуге болады. Есте сақтаймыз, созылмалы панкреатит өршіп тұрған кезде 2 күн бойы ешқандай тамақ қабылдамай ашып отыруымыз керек, ашығу керек. Тек су ғана ішуге болады. Ал жағдайдың жақсаруына байланысты 2-3 күндері ақырындап тамақ іше бастауға болады. Бұл жерде маңызды тамақ асқазан және ұйқы безінің сөл өндіруін ынталандырмайтындай аз калориялы, механикалық жұмсақ болуы тиіс. Тамақтануды сұйық сүтті кашалардан, көжелерден, көкөністі пюреден, кеселден бастаймыз. Жеңіл өршу кезінде суға піскен күріш, овсянка кашаларын, макарон өнімдерін, майсыз белокты өнімдерді, оның ішінде майсыз ет пен жұмыртқаның тек ақуызын жеуге болады. Екінші, медикаментозды, яғни дәрілік емі. Оған орын басушы ферментті терапия қолданылады. Яғни бұл жерде ұйқы безінің ферменттерінің орнын жасанды түрде дәрілермен толтырамыз. Оның қолдану ережелері. Бірінші, панкреатиттің жедел кезеңі өткен соң ғана жағдайы жақсарғанда тағайындалады. Екіншіден, препарат құрамында липазаның мөлшері жоғары болуы керек, және ол ішекте ғана босайтын мини-микросфералар түрінде болғаны дұрыс. Препарат құрамындағы липазаның ең минималды дозасы 40-50 мың единица негізгі тамақтануға, ал перекустарға 20-25 мың единица болуы керек. Мысалы, крион, пангрол деген дәрілер. Әрине бағасы қымбат, бірақ әсері өте жақсы. Барлық аталған препараттардың белсенді негізгі заты ол панкреатин. Панкреатиннің құрамында амилаза, липаза, протеаза деген ферменттер болады. Крион, пангрол препараттарында панкреатин деген зат арнайы мини-микросфераларға салынған. Ол асқазанның ащы тұз қышқылында, тұз қышқылы ортасында бұзылмай еріп кетпей, аш ішекке қарай өтіп, сол жерде босайды да қызметін атқарады. Мини-микросфералар ішекте біркелкі жайылып, тағамның толық қорытылуына жағдай жасайды. Және бұл капсуланың артықшылығы, егер оны жұта алмасаңыз, балаларға, үлкен кісілерге оны ашып, тамаққа араластырып қабылдауға болады. Және бұл препаратта аталған ферменттердің мөлшері, дозасы нақты көрсетілген және жоғары болып келеді. Бізге де керегі дәл осы. Келесі ол кәдімгі панкреатин деген препарат. Оның белсенді заты сол панкреатин. Ол да ішекте еритін қабықпен қапталған. Ішекте әсер көрсетеді. Бірақ крион, пангролға қарағанда құрамындағы ферменттердің мөлшері нақты белгісіз немесе өте аз. Ол созылмалы панкреатит кезінде сыртқы секрециялық қызметтің бұзылысынан туындаған ферментативті жеткіліксіздіктің орнын толтыруға шамасы жетпейді. Яғни оның құрамындағы амилаза, липаза деген ферменттер аз болады да, ол тамақ қорытуға күші жетпей қалады. Нәтижесінде
микросфералы препараттар ферментативті жеткіліксіздіктің орнын толтыруда эффективті болып табылады. Ал панкреатин сынды препараттарды, оның ішінде мезим, панзинорм, фесталь тағы басқа қабылдауға болады, бірақ бір қабылдағанда дозасына байланысты 3-4-ке дейін таблетка ішуге тура келеді. Бір таблеткасы жеткіліксіз. Мұндай жеңіл препараттарды көп тамақ қабылдап қойған кезде, диспепсия болған кезде ішуге болады. Ал негізінен бұлар созылмалы панкреатиттің негізгі емінде жақсы препарат болып табылмайды. Енді назар аударатын жағдай. Бір негізгі тамақтануға липазаның кем дегенде 40-50 мың единица дозасы керек деп айтылды. Сонда мысалы крион 25 мың единица липазаның дозасын алсақ, тамақтанған кезде 2 капсула керек. Сонда 50 мың единица ішу керек деген сөз. Ал жеңіл перекус жасағанда 1 капсулада 25 мың единицасы жеткілікті. Ферментті препараттарды қабылдаудың осындай өзінің ескере жүретін жайттары бар. Егер сізде ұйқы безінің ферментативті жеткіліксіздігі нақты дәлелденген болса, оны дәлелдеу үшін нәжістің эластазы бір ферментін тексеру арқылы бұл препараттарды қабылдау өмір бойына тағайындалады. Келесі қадам антисекреторлық терапия, яғни асқазан қышқылдығын азайту, ауырсынулық синдромды басуға және ферментативті терапияның эффективтілігін арттыруға көмектеседі. Оған амепразол, пантопразол, эзомепразол, лансопразол деген дәрілер жатады. Дозалары әртүрлі, панкреатиттің ауырлығына байланысты қолданылады. Одан кейінгі препараттардың тобы система түрінде салуға болатын фамотидин, квамотил препараттары. Ауырсыну синдромын басу, бұл жерде стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды парацетамол, ибупрофен қабылдауға болады. Ал егерде жүрегіңіз айнып, құсу болатын болса, цирулин, цирукал, метоклопрамид препараттарын қолдануға болады. Панкреатит кезінде майда еритін витаминдер А, Д, Е, К сіңірмеуі болғандықтан, ол кезде қосымша Д витаминінің холикальциферол, А витаминінің ретинол, Е витамині токоферол, К витамині минодион қабылдауға болады. Егер созылмалы панкреатиттің асқынулары қант диабетінің 3-ші С типі остеопороз дамыса, оның терапиясымен эндокринолог дәрігер маманы айналысады. Ал егер сізде созылмалы емес жедел панкреатит дамып, ұйқы безінің жалпы өзегі таспен бітелсе, киста, псевдокисталар анықталса, оның емімен хирург маманы айналысады.